біз қазір мемлекетпен мына автоөнеркәсібінің арасындағы, министерствоның арасындағы қарым-қатынасты көп қарастырып жатырмыз да. Бірақ бұл петицияның негізгі авторлары, оның қолдаушылары негізі халық қой. Халыққа қатты маңызды емес автоөнеркәсіп қандай преференция алып жатыр, қандай доля, жаңағы локализация, оларға ол қызық емес. Қазір айтып жатыр, автокөліктерді жаңартуға қалай жасаймыз жаңартуды деп жатыр да. Ал шынына қараңызда, қазір неге халық жаңартпай жатыр? Олар еріккеннен жаңартпай жатқан жоқ. Ақша жоқ халықта. Кредитпен алайын десе, кредитный барлығында тарихы жаман болып кеткен. Көбісінің екінің бірі қазір өзінің әйелінің атында, Каспий, немесе мамасының атында. Себебі неге жаңағы блокқа, арестке кетіп қалған. Енді кредитке алатын болса 7 миллионның автокөлігі 14 миллион болады. Олар даже кредитті ала алатын адамның өзі де қазір оны алғысы келмейді. Қымбат болып кетеді себебі. Енді Қытайдан келіп жатыр қазір Элантра автокөлігі, Hyundai Elantra бізде Қазақстанда шығарады ғой, сол себепті салыстыру үшін айтып жіберейін. Өткен айда ғана 8 миллион 200 мың теңгеге қазақ нөмірмен шығады. Қазақ нөмірмен Hyundai Elantra 2024 жылға 8 миллион 200 мыңға қазақ нөмірмен шығатын. Бізде автосалонда 13 миллион теңге. Және бұл жерде неден Қытайдан келетін автокөлік, ол кедендік бар, растамашка төленеді, НДС төленеді, және өтемсіздік төленеді. Соның өзінде 8 миллион 200 мың теңге болады. Ал біздің автокөлік, отандық автокөлік 13 миллион болды. Олар бірақ мемлекетке де пайдасы болып жатқан жоқ. Қанша айта беріңіздер, мен ресми түрде өткенде сұрағанымдай маған жауап берді, кірістермен, мемлекет кірістер комитетінен келді. 2%-ның 2%-ын ояқ қойғанда, несі, коэффициент налоговой нагрузки, автопром. Бұл жерде налог төленіп жатқан жоқ. НДС-те, растамашкада, КПН-де төленіп жатқан жоқ. 2% деген вообще чепуха. Одан мемлекетке ақша түсіп жатқан жоқ. Халыққа 13 миллион теңгеден сатып алмақ, мұнда автопром керек ме бізде? Қытайдан алып келе сатқа 8 миллион 200 мың. Қазір енді қымбаттап жатыр дейді, мен бүгін ғана обновлять еттім информацияны. Доллар қымбаттағанға байланысты 9 миллионға шығып кеткен қазір. 9 миллион болса да біздің разница. Қазір бұл жақтыкінде бағасы өсуі мүмкін доллар болғаннан кейін, автопромдікіде. Енді мынау өтел көбейшкені енді халықтың несін қарақшы, қазіргі настройынша халық қандай үмітпен отыр қазір. Халық айтады, біз егерде мына петициядан шешілмесе, біз тіркемейміз дейді машинаны. Үші үйде тұрады дейді, болмаса жүре береміз дейді, попробуйте машинамызды алып қойсын дейді мысалы. Оған не істейміз ал қазір? Мен өзім атынан емес, халықтың несін группалардан, әлеуметтік желіден бәрінен бақылап отырмын. Халық төлемейміз дейді бәрібір, қалдырмайтын болсын. Қазір бүгінге дейін мысалға автопром 90 мың машина шығардық деп мақтанып жатыр да, бірақ негізінде көбісі мемлекеттік органдар сатып алды оны. Мына жердегі тұрғандар барлығы заңды тұлғалардікі. Біздің жаңағы ГАИ қызметкерлер, полиция бар, акимат бар, солар алып жатыр. Өйткені ол жеке өзінің ақшасы емес, ол мемлекеттің ақшасын аудара береді тұрған. Жеке адам алмайды ондай ақша. Жеке адам оның бағасына қарайды, бұдан Қытайдан алып келейін дейді. Сол себепті өтел көбейшкі деген бәрібір жұмыс жасамайды. Хоть как не крути. Сіз сонда жыл сайын қайта-қайта мемлекеттік мекемелердің автокөліктерін жаңарта бересіз ба? 2 жылдан кейін сонда өтелге жіберу керек па нұрлы көліктерді? Сіздің өнеркәсібіңіз бәрі таптайды уже. Осылай бара беретін болса. Себебі 90 мыңнан қайыққа сатасыз оны? Ресейге сата алмасаңыз. Жаңа 9 мен 13 миллионның арасындағы түсіндім. Сол разницаны айтыңызшы, сол разницаны. Прокомментируйте, пожалуйста.